Санаулы күндерден кейін 2024 жылда тарих қойнауына енеді. 2025 жылы шығыс күнтізбесі бойынша жылан жылы кіреді. Келер жыл еліміз бен әлем үшін қандай өзгерістер әкелмек? Нумеролог Құралай Бақытқызына хабарласып, болжамын сұрап білдік деп жазады Азаттық рухы порталы. Сағат белдеуі және қазақ тілі. Маманның айтуынша 2025 жылы кіретін жылан жылы ағаш жылан. Ағаш стихиясына келетін болсақ, ол өте баяу. 2024 жылы да жыл баяу, уақыт ақырын өтеді деп болжам жасадық. Оны көп адам түсінбеді. Бірақ ақпанда сағат 1 сағат артқа жылжыды. Адамдар көп жоспарын іске асырып, денсаулығына көп көңіл бөлген жыл болды. Осы қарқын келесі жылы да жалғасын табатын болады. Келесі жылда баяу өтеді. Мүмкін 2026 жылға қарай сағатты қайта ауыстыру мүмкін. Бірақ 2025 жылдың энергетикасына сай уақыт баяу өтуі керек. Билік оны білуі керек, себебі халық қанша сұрап жатса да сағат ауыспады. Осы уақыт келесі жылдың кем дегенде жарты жылына дейін сақталғаны да дұрыс дейді нумеролог. Құралай Бақытқызының айтуынша, ағаш жылы қыс суық болмай, көктем ерте шығуы мүмкін. Осы жылғыдай өңірлерде су тасқыны сынды жағдайлар болмауы үшін су жағынан қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Келер жылды медицина, тіл үйрену жылы деп айтуға да болады. Мүмкін үкімет тарапынан қазақ тілін дамытуға, шет тілдерді дамытуға қатысты бағдарламалар болуы мүмкін. Оқу және медицина жылы болғандықтан, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысы көбейіп, біліктіліктері артып, еңбектері бағалана түседі дейді Құралай Бақытқызы. Қытаймен сауда күшейеді. Оның айтуынша 2025 жылдың энергетикасы шығыс болып отыр. 2024 жылда ағаш стихиясы болды. Бұл жылы кім шығысқа бет алады, сол адам ұтады дедік. Президент жылды Қытай жылы деп жариялағаны белгілі. 2025 жылы да Қытайға деген жоспар көп. Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда қарқынды дами түседі. 2024 жылы да Қытаймен көп адам сауда жасағаны белгілі. Блогерлер арасында да оны көруге болады. 2025 жылы Қытай электромобильдерін біздің нарыққа көптеп шығарады. Ал Қазақстан Қытаймен сауда жасап, инвесторлармен жұмыс істесе, еліміз өсіп өркендей түседі. Келер жылы кәсіп, сауда жағына бет бұру керек, әсіресе шығыс елдермен дейді маман. Соғыс тоқтауы мүмкін. Нумерологтың айтуынша 2025 жылдың саны 9 болып отыр. 2024 жылы болсан 8-ге теңеді. Биылғы жылды астрологтар карма жылы деп дүрліктірді. Мен болжам жасағанда 2024 жылды гравитация жылы деп айттым. Биыл шынымен жер сілкінісі өте көп болды. 9 саны көбінде қорытындылау, аяқтау жылы болып келеді. Әлем біраз қиыншылықтарға тап болуы мүмкін. Мысалы катаклизм мен эпидемия. Көп жағдай табиғи апаттарға байланысты болуы да мүмкін. 2024 жылы соғыс тоқтамайды деп айтқан едім. Ал 2025 жылы бейбітшілік болады. Себебі жыл баяу, әрі бейбіт өтуі керек. Сандардың аналитикасы бойынша 1945 жылы соғыс тоқтағаны белгілі. Айналым бойынша 2025 жылы осындай жыл келіп тұр. Ресей мен Украина арасындағы соғыс аяқталуы әбден мүмкін дейді Құралай Бақытқызы. Сонымен 2025 жылы Қазақстан үшін қандай болмақ? Бұл жыл Қазақстан үшін табысты жыл болады.
Оның айтуынша 2026-2027 жылдары жасанды интеллект технологиялар бойынша әлемде төңкеріс болады. Осы қарқынды дами түседі. Осы жылдары әлемдік прогресс жылдары болады. Ал 2025 жылы жадқа байланысты жыл. Тіл үйрену, оқу деп айтқанымыз да сондықтан. Жапония сынды шығыс елдері чиптеу саласында жаңалық ашады. 2026 жылы жүзеге асырылатын барлық әзірлемені 2025 жылы бастайтын болады дейді ол. Бұл жылы Қытайдың айы оңынан туады. Америкада табысқа кенеліп байи түседі. Қазақстан үшін де табысты жыл болмақ. Жалпы 9 саны үйленуге, балалы болуға ыңғайлы болмақ. Демографиялық дүмпу болуы да әбден мүмкін. Яғни демография саны арта түседі. Бала тууға ниеттілердің саны да көп. Кітап оқып, тіл үйренуді дамытуды кітапханалар салыну мүмкін. Қазір әлеуметтік желіде отырса, келер жылы қағазбен жұмыс. Кітап оқуға көп көңіл бөлінеді. 2025 жылы ғалым, саясаткер мен тіл мамандарының жылы болмақ. Жасылдандыру, экономика және білім жылы да айтуға болады. Қытай күнтізбесі бойынша жылан байлықты, асыл тастарды күзететін тотем. Яғни ол байлықты, жақсылықты, қуанышты тартатын жануар. Сондықтан да 2025 жыл жылан жылын асқан қуанышпен, жақсылықпен күтіп отырғандардың қарасы көп. Жылан көп жағдайда байлық пен даналықты бейнелейді. Сондықтан халық байып, қуанышқа кенеледі. Даналық жолына түсетіндердің қатары да көп болмақ. Яғни 2025 жыл көп адам үміттенгендей, табыс табу жағынан да, сауда жүргізу жағынан да, денсаулық мәселесі бойынша да және отбасылық мәселелерге байланысты өте табысты жыл болмақ деп түйіндеді нумеролог Құралай Бақытқызы.